Сәлем достар, менің есімім Салтанат. Бүгін сіздермен бірге шаймен ішуге тез ақтайын болатын пирог дайындайтын боламыз. Ыдысымызға ұн салып аламыз. Үстіне разрыхлитель жарты қасық, сары май 100 грамм, бір жұмыртқамызды саламыз. Екі қасық сүтімізді құйып алып, жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып, үстіне ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды енді 10 минутқа демалтырамыз. Ал енді ішіне салмасына ұшақ груша, шоколад, қалаған вареньелеріңізді салуға болады. Грушалардың ортасынан бөліп, дәл экранда қалай көрсетіліп тұр, дәл солай істесеңіздер, ішіндегі дәнектерінен тазартып аламыз. Сыртын қабығын ашимыз. Міне дәл осылай тазалап алдық. Енді осылай ұзынынан кесіп аламыз. Мына қалған грушаларды дәл осылай төрт бұрыштап кесеміз. Ал енді шоколадымызды майдалап турап аламыз. Негізі Қазақстан шоколад қосуға болады. Менде бар шоколадпен істеп жатырмын. Киндер шоколады. Дәл осылай формамызды алып, қамырымызды енді қолымызбен жайып шығамыз. Формамыздың ішіне жұқалатып, барлық жерін бірдей жаямыз. Ал енді қалаған вареньелеріңізді осылай жағып шығасыздар. Менде шапталы мен өріктің вареньесі, лимон қосылған. Барлық жеріне жағып шықтық. Енді бағана тураған шоколадтарымызды себеміз үстіне. Енді тураған грушаларымызды дәл осылай қатарынан теп шығамыз. Грушаның орнына қалаған жемістеріңізді қоюға болады. Алма қойсаңыздар да болады, груша қойсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз.
қалған грушамызды ортасына қойып шығамыз. Үстіне жұмыртқаның ағын жағып шығамыз. Енді 180 градуста 25 минут духовкада пісіріп аламыз. Ал міне біздің пирогымыз дайын, пісіп шықты. Енді суытамыз. Пирогымыз сауып шықты. Енді 2 шоколадты микроволновкаға ерітіп, дәл осылай әсемдейміз. Міне пирогымыз дайын. Өте дәмді шықты. Жасап көріңіздер. Шаймен ішкенге өте дәмді. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Комментарийға қандай видеолар көргілеріңіз келеді, жаза кетіңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.